Құрметті оқушылар, біз бүгінгі күнге дейін рационал теңдеулерді шешіп үйрендік. Бүгінгі сабақта біз иррационал теңдеулерді шешіп үйренеміз. Яғни, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы иррационал теңдеулер және олардың жүйелерін шешу. Жалпы, иррационал теңдеу дегеніміз не? Иррационал теңдеу дегеніміз айнымалы түбір таңбасының астында немесе және дәреже көрсеткіші негіз болатын теңдеулерді біз иррационал теңдеулер деп айтамыз. Ендеше, мысалы, мына жерде x куб қосылған 3 тең мысалы түбір астында x минус 2 иррационал теңдеулерге жатады. Жаңа көрсеткіш дәрежесіне теңдеулерді айтамыз. Мысалы 2 тең 1 тең 7. Осы тәріздес теңдеулерді бүгін шешіп үйренеміз. Енді бүгін сабағымыздың жалпы мақсаты, иррационал теңдеулерді түрлендіру үшін n-ші дәрежелі түбір қасиетін қолданамыз. Айнымалының мүмкін болатын мәндер жиынын анықтап, теңдеулерді түрлі тәсілмен шешеді. Яғни шешіп бүгін сабақта үйренеміз. Жалпы иррационал теңдеулер. Иррационал теңдеуді шешу кезіндегі біздің негізгі мақсатымыз теңдеуді радикалдан құтылып, рационал теңдеуге алмастыру. Және ол үшін иррационал теңдеуді шешудің негізгі бірнеше әдістері бар. Қазір есеп шығару барысында есеп шығара отырып оны меңгереміз. Міне мысалы, теңдеуді екі жағында дәрежеге шығару, жаңа айнымалы енгізу, көмейткіштерді жүктеу. Міне осындай бірнеше тәсілдерді есеп шығару барысында шығара отырып практикалық жүзде түсінеміз. Енді мына жерде қараңдаршы. Түбір астында f-тен x тең түбір астында g-дан x дейді. Және түбірден шыққанда f-тен x пен g-дан x тең дейді. Дұрыс па? Дұрыс па бұл? Иә, дұрыс. Енді мына жерде f-тен x үлкен не тең 0-ден дейді. Неге? Иә, міне fx түбірдің астында, мына жерде түбірден шығарғанда үлкен не тең 0-ден дейді. Неге? Түбірден теріс сан шықпайды. Иә, түбірден теріс сан шықпайды. Не үлкен болады, не тең болады. Дұрыс айтасың. Не үлкен не тең болады. Ендеше, енді айтып отырмыз, түбір астында fx тең түбір астында gx болатын болса, енді мына жерде fx үлкен не тең 0-ден болатын болса, онда gx-імізге үлкен не тең 0-ден. Енді мына жерде fx тең түбір астында fx тең gx дейді. А бұл жерде fx тең g квадрат x дейді. Неге? Себебі түбір жағы gx-те. gx түбірге салынмаған, сондықтан квадрат түбірге тең. Дұрыс айтасың. Теңдікті дұрыс айтасың. Квадраттан құтылу үшін теңдікті екі жағында квадраттабыз. Сонда fx тең gx тең. Иррационал теңдеуді шешу кезінде теңдеуге кіретін түбірлерді арифметикалық түбірлер деп айтамыз. Жалпы иррационал теңдеуді шешу кезінде балалар бізде кейде мынандай жағдай болады. Мысалы, түбір астында x қосылған 2 тең 1. Яғни бір түбірі бар. Ендеше біз ондай жағдайда теңдіктің екі жағында квадраттап түбірден құтыламыз. Енді кейде болады иррационал теңдеу бірнеше түбірмен беріледі. Мысалы, түбір астында x минус 3 тең мысалы бір қосылған түбір астында x плюс 2 дейді. Бұл жағдайда не істейміз? Түбірге құтылу үшін теңдіктің екі жағында тек қана квадраттаймыз ба? Ал кейде 3 дәрежемен берсе? Міне, дұрыс айтасың. 3 дәрежемен берілген жағдайда біз көптаймыз. 4 дәрежемен берілген жағдайда теңдіктің екі жағында 4 дәрежеге шығарамыз. Есептің берілуіне байланысты. Және балалар, біз бір ескеретін жағдай бізде кейде болады. Иррационал теңдеулер 2 немесе 3 түбірмен беріледі. Сол 2-3 түбірді барлық түбірдің теңдеудің барлық түбірі қанағаттандырмауы мүмкін. Бөгде кейде мәндес болмай қалады. Сол себепті біз шыққан түбірді міндетті түрде берілген иррационал теңдеудің орнына қойып тексеруіміз керек. Сонда ішінде мәні сәйкес келсе, иә, ол оның түбірі болады. Ал егер де кейде ол жауап шықпай жатса, ол бөгде түбір деп аталады. Ендеше бүгінгі тақырыпты меңгеру барысында қазір алғаш болып тақтаға досаныл дәмек шыға ғой. Мен қазір дәбір теңдеуді берейін. Түбір астында fx қосылған 2 тең x. Осы теңдеуді шешіп көрейік.
Так, кішкене көмектесейік. Екі Не істеуге болады? жағында Біреуі сөйлейік, кәне, қанат. екі жағында түбірден құтылу үшін теңдіктің екі жағында квадраттаймыз. Дұрыс айтты. Теңдіктен құтылу үшін теңдікті екі жағында квадраттаймыз. Міне. Аха, теңдікті екі жағында бөлейік. Балалар, дұрыс па? Қалай ойлайсың, дұрыс па? Дұрыс па? Сен түсінер ма дұрыс екеніне? Кәне, мына жерде кім не айтады? Ya bir болады екен ана. Неге? Өйткені ана минус x болып тұр ғой, сонымен өзінің формуласы. Дұрыс айтасыңдар. Мына жерде жөндейміз. Бір болады. Ендеше ана жерде екі түбірдің де таңбасы ауысады. Ендеше және минус бір. Ал ең әдетті түбірге апарып орнына қойып көрейік мына жерге. Екі түбір шықты ғой. X-тен 2, X-тен минус 1. Мына жерге 2-ні қойсам, 2-2-ні қоссам, 4, 4-тен 2 шыға ма? Иә. X-тен 2. Бірінші түбір қабылдаймыз. X-тен 2. Енді минус 1-ді қойып қойшы, мынаға минус 1-ді қойсам? 1. Тен минус 1 дейді. Я неге? Түбірден теріс шықпайды. Сонда біздің минус 1-іміз бөгде түбір. Ал x2-ні біз қабылдаймыз. Жарайды отыра ғой, Дамир. Қане, Мағжан, қалай шығардың теңдеуді? Бұл теңдеуіміз әрқандай бір-біріне Әрбір жақшаны жеке-жеке нөлге теңестірді. теңестіріп түбірлерді тапты. Түбірлерді таптым, және осы шыққан түбірлерді x мәнінің орнына қойған кезде қанағаттандыратын мән 7 болып шықты. Я 5 пен минус 2 ше. 5 пен минус 2. Ана түбірласы x-тің орнына қойса, мысалы 5 минус 7 болса, минус 2 шығады, ал түбірде теріс сан болуға болмайды. Минус 2-ні қойса, минус 9 деген мән шығады. Түбірден сол сияқты минус 9, минус таңбадан тан шықпайды. Дұрыс айтасың. Яғни сонда біздің жауабымыз 7. x-тен 7. Жарайсың, отыра ғой. Келесі. Ал енді тексерейік, теңдеудің орнына қой, иррационал теңдеудің. Иә. Иррационал теңдеуде шыққан түбірді орнына апарып тексеру, иррационал теңдеудің құрамдас бөлігі деп айтамыз. Міндетті тексеруіміз керек. Нөлді қойып шықсақ, түбірден 1, бірден 1 шығады. Бірге бірді қоссақ 2, 2-ні нөлге көбейтсем 0. Қанағаттандыра ма? Жоқ, қанағаттандырмайды. Ал 3-ті қойып көрсек, 3-тің квадраты 9, 15, 15-ке 9, 25, 5, Тең. қанағаттандырады. Иә, яғни бізде x0 деген түбіріміз бөгде түбірді, 3 деген түбір теңдеудің түбірі. Жарайсың, отыра ғой. Дұрыс па балалар? Теңдеу аяқталды ма? Жоқ. Енді X-тің орнына қоямыз осы мәнді. айнымалы негізге жаққа барамыз ғой. Енді 8-8-ді түбір астында x. X тең бірінші түбір не бұл? 1. Бұдан x тең неге? X тең неге? Мына 8-8-ді түбір астында x-тен құтылу үшін теңдікті екі жағынан неше дәрежеге шығарасың ма? 8 дәрежеге шығарасың. X тең. Бірдің 8 дәрежесі неге тең? Бірдің 1000 дәрежесі бірге тең. Екінші түбірді. Мына жерде не істейміз? Бұл жерде де 8-ге көйтеміз. Кім не айтады? Шешімі жоқ. Я неге? Түбірдің астынан терістен шықпайды. Яғни бұл бөгде түбір. Түбірден терістен шықпайды. Жарайды, рахмет, отыра ғой. Балалар жаңа тақтаға Дамир шықты ғой. Қай әдісті пайдаланып тәсілді? Қандай тәсілді пайдаланып Дамир? Теңдікті екі жағын дәрежеге шығару дұрыс. Сонда бір тәсіл, бір тәсіл теңдіктің екі жағын дәрежелеуге болады екен. Мағжан шыққан кезде ше? Бірнеше түбір берілген, бірнеше түбірмен берілген ме, иә? Нөлге теңестіру бар. теңестіріп x-тің орнына қоямыз. Иә, мүмкін мәндер олысын анықтады, иә? Алуға шыққан кезде қай аймақты пайдаландық, қай тәсілді пайдаландық? Екі жағын квадратына сәйкес мәндерін жинап Көбейткішке жүктедік. Иә, көбейткішке жүктедік.
айнымалы емес. Сонда бала иррационал теңдеуді бірнеше тәсілмен шығаруға болады. Мысалы, кейде түбірдің астында түбір болып та беруі мүмкін. Біз сонда кейде енді мынандай айтсам, иррационал теңдеу тек қана бір-ақ рет теңдіктің 2,5 дәрежеге шығарып десең келісесіңдер ма? Жоқ, неге? Жаңағындай түбірдің астында түбір болуы мүмкін. Иә, ол кезде құтылу үшін жаңағы квадрат болса, екі жағында квадраттаймыз. Екі жағын дәрежелеп отырамыз. Бірнеше ретте қайталануы мүмкін. Біз радикалдан құтылып, рационал теңдеуге келгенше біз дәрежелей береміз. Түсіндік па? Бірақ соның ортасында көбейтіп кішкенжектей болса амалдар қайда қолдана береміз. Бірінші түбірдің құтылушы Енді, значит, бұл жерде а квадрат азайтылған азайтылған алды тең бөлген. Енді ары Қарай? Бізде екінші есебімізде x плюс түбірасында x плюс 3 тең x теңдеу берілген болатын. Бұл кезде біз 3 санын теңдіктің берілген бетіне көшірдік. Сол кезде түбірасында x плюс 3 тең x минус 3 деген мән қалған болатын. Бұл жерден түбірден құтылу үшін түбірдің өзі квадрат дегенге тең болады. Сондықтан екі жағында квадраттадық. Сол кезде квадратпен түбір қысқарды. И 2 x плюс 3 тең x минус 3 квадратынан қысқаша көбейту формуласына келтіріп шығардық. Сол кезде x плюс 3 тең x квадрат минус 6x плюс 9 деген мән шықты. Және бұл мәндерді бергі бетке көшірдік и сәйкес бір-біріне ықшамдадық, бір-біріне қосатын алдық. Соңында дискриминантта келді. Бұл жерден бізде минус шықты. Сондықтан минус таңбадан құтылу үшін барлық мәндерді минус 1-ге бөліп шықты. Сол кезде x квадраттың алдынан минустан құтылдық және ішіндегі таңбалар өзгерді. Мына жерде біз басында таңбадан қателескен болатынбыз. Сондықтан басынан шығардық. Дұрыс нұсқасын шығардық. Сол кезде v квадрат минус 4ac формуласына қойған кезде минус 7-нің квадраты 49, минус 4 формулада бар, x-тің квадраттың алды 1, көбейтілген 6 сомен түбірасындағы 25 шықты, одан 5 шықты. Және x-тің бірінші және екінші мәндерін тапқан кезде 7 плюс минус 5 бөлінген 2 болды. Және одан 6 және 1 деген мәндер шықты. Түбірлер шықты. Бұдан енді сәйкес дұрыс орындарына апарып дұрыс мәнді табу үшін бастапқы x-тің орнына қойдық. Сол кезде басында 6-ны қойған кезде x плюс түбірасында 9 тең 6 деген мән шықты. Бұдан түбірасында 9-дан 3 шықты, 3 пен 3 қосылғанда 6. Бұл теңдік дұрыс болып шықты. Ал екіншісінде 1-ді қойған кезде x плюс түбірасындағы 4 болып, түбірасындағы 4 тең 1 шықты. Түбірасында 4-тен 2 шықты, 3 плюс түбірасында 2 тең 1 шықты. 3 пен 2-ні қосқанда 5 болып кетеді, ол 1-ге тең болмай қалды. Тамаша. Сұрақ бар ма? 6 деген мән қалданады. Өте тамаша. Сұрақ бар ма? Үшінші топ өзінің есептерін қорғайды постырды. Мұқият тыңдаймыз. Және жаңағыдай дұрыс бұрыстығын қарап отырамыз. Ал бастаймысыздар. Бізде бірінші теңдеуде 4 негізінде түбірасында x минус 3 тең 2 теңдеуі берілген. Біз бұл есепті шығару үшін теңдіктің екі жағында 4 дәрежелейміз. 4 дәрежелеген кезде бізде түбір қысқарып кетеді. 2-нің 4 дәрежесі 32-ге тең болады, яғни x минус 3 тең 32-ге. Біз бұл жерден x-ті табамыз, 32 плюс 3. Сонда x тең бізге 35-ге болады. Көшірден кішкене сұрақ. Балалар, дұрыс па? Жоқ. Қане, кім айтады? Қанат. Бұл жерде 2-нің 4 дәрежесі 16-ға. 2-нің 4 дәрежесі 16-ға тең етін. Әлде де түзетуге болады, қолына қалам береміз, мерей. Тура сол жерден түзей қой. Бәріне де мүмкіндік бар. 32-нің орнына 16. Ары қарай тура сол жерден түзеп аяқта. X плюс 1 тең, қысқаша көбейту формуласына келдім. X квадрат минус 10x плюс 25 шықты. Және де бүкіл мәндерді бір жаққа қарай көшірдім. 0-ге теңестірдім. Және де ықшамдап минус x квадрат плюс 11x минус 24 тең 0-ге шықты. Ары қарай дискриминантқа келтірдім. Дискриминантта 25 мән шықты. Және де одан бірінші мәні 8, екінші мәні 3 болды. Ары қарай
Орындарына апар. Табу үшін мен орындарына қойдым. Біріншісінен дұрысынан шықты. Ал екіншісінен 7 теңін 3 болып қалды. Яғни 3 бізде бүгінде түбі. Бір, мына жердегі бір, минус пен минус түбі формуладағы минус пен минус плюс болып кетеді. 1 плюс минус 5-ке бөлінген 2. Бізде шыққаны түбірден теңдеуден 3 және де минус 2 шығады. Біз осы 3 және де минус 2-ні бағана айнымалы енгізген жерімізге барамыз. Түбір астында. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабақ иррационал теңдеу жалпы түсінікті болды ма? Сонымен шығарудың бірнеше тәсілі бар екен, иә? Оның ішінде ең жиі қолданатын тәсіліміз қандай? Екі жағында квадрат ол. Тек қана квадраттаймыз ба? Дәрежелеу. Ол 3 дәреже болуы мүмкін, 4 дәреже болуы мүмкін, дәрежелеу. Дұрыс айтасыздар. Және бүгін қайсысымен көбірек жұмыс жасадық? Сол дәреже. Екі жағында дәрежеге шығаруға көп жұмыс жасадық, иә?